Добро пожаловать на торжественное открытие совместной научно-исследовательской R&D лаборатории искусственного интеллекта и робототехники Университета Туран, Института механики и машиноведения имени академика Жолдасбекова. Туран университетінің және академик Жолдасбеков атындағы механика және Туран институты R&D жасанды интеллект және робототехника іскен ғылыми зерттеу зертханасы салтанатты ашылуына қош келдіңіздер. Туран университетінде жасанды интеллект технологияларын дамытуға арналған зертхана ашылды. Бұл Туран университеті мен Өмірбек Жолдасбеков атындағы механика және машина жасау ғылыми институтының бірлескен жобасы. Бастама жоғары оқу орындарының ғылыми әлеуетін арттырып, оқу бағдарламаларының мазмұнын байытады деп күтілуде. Ең басты мақсат жастарды ғылымға, ғылыми техникалық бағдарламалар мен жобаларға тарту. Бұл оқу зерттеу лабораториясын біз әдейі ашып отырмыз осы университетте. Бізде соңғы кезде, соңғы 2-3 жыл бойы ғылыми жұмыстың нәтижесінде бірнеше роботтар мен бірнеше технология жасалынды. Енді ол технологияны біз әрі қарай жетілдіре береміз. Бірақ соны осы университетке алып келіп, жастарды тартып, оларды мотивировать етіп, жаңа тартып осы әрі қарай жетілдірейік деген мәселе. Бұл роботтардың барлығында, мысалы үшін жастардың оқу процесіне тікелей пайдалануға болады. Себебі, мысалы үшін жерде бір роботтар бар, өзіміз жасаған. Оларда жаңа программа жасау керек, немесе интеллектуалды жүйесін дамыту керек. Сонда жастар балаларды алып келіп көрсетіп, бірге үйретейік, ғылымға баулайық деген мақсатымыз. Мұна роботтар медицина саласының жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді дейді құрастырушылардың бірі Өмірбек Жолдасбеков атындағы механика және машина жасау ғылыми институтының ғылыми қызметкері Игорь Гриценко. Здесь вы видите транспортный робот. Он в автоматическом режиме определяет свое местоположение в пространстве и планирует движение. Этот робот перемещает другие роботы. Этот робот-помощник. Это вот как часть робототехнического комплекса транспортных роботов. Он выполняет функции доставки пациентам лекарств, каких-то продуктов, еды. И также может выполнять функцию голосового взаимодействия, включая взаимодействие на государственном языке. Салимец СБ, Мены Натем, Гриценко Игорь. И вот у нас строка. Распозналось, переведено в текст на государственном языке. То есть, таким образом, через такой интерфейс пациенты могут рассказывать о своем состоянии. То есть, например, у меня голова болит, там или еще что-то. То есть, и дальше эту информацию может анализировать уже медперсонал. Ал мына робот жан-жағына су бүркіп, бөлме ішін ультракүлгін сәулемен залалсыздандырады. Ауаны тазарту қызметін қоса атқарады екен. Робот в автоматическом режиме проводит процедуры опрыскивания помещения. Здесь заложен, вот он включает лампы. Камера сканирует помещение. Если в помещении есть люди, то дезинфекция не проводится. Робот пробоотборник деп аталады, проба алады адамның аузынан. Бұл жерде бізде кәдімгі 3D принтердің қолданылады. Бұл жерде тампонды кез келген бірнеше тампон тұрады. Сол қалаған тампонды алып, сол жерден қысқыша арқылы, сқуат арқылы мына жерден қысып алып, бізде келесі механизмімізге береді. Келесі роботымыз бұл PT-звеник деп аталады. PT-звеник арқылы жұмыс жасалады, жалпы звенолар арқылы. И мына жерден бізден тампонды алады қазірше. Тампонды алып, келесі роботымыз адамның аузына барып, проба алады.
Жасанды интеллект технологияларын дамытуға арналған зертхананың ашылуына орай ұйымдастырылған брифингте Өмірбек Жолдасбеков атындағы Механика және машина жасау ғылыми институтының бас директоры, техника ғылымдарының докторы, профессор Аманды Қуатұлына зор құрмет көрсетілді. Биыл белгілі ғалым мерейлі 65 жасқа келді. Ученик Өмірбек Жолдасбекова, выдающий нашего ученого, ректора Казанного Киева, создает уникальный проект. И вот согласился любезно есть усилия по подготовке кадров по новейшим направлениям, в том числе по созданию роботов, интеллекта и так далее. И сегодня мы видели первые образцы из начала полоса, и эта работа будет продолжаться дальше. Мы здесь ощущаем большую поддержку комитета по науке. Дархан Джумаханович сегодня сделал шикарный доклад. Этот вопрос идеи контролирует, курирует и нам помогает. Поэтому профессор Ахмед Заки известен в нашей стране, был первый проректор в Фраге, 2 университетов здесь. Последний год работал директором IT-университета, ректором IT-университета, который делает хороший рывок, хорошее начинание. В целом в стране сейчас наметится новый тренд. Раньше было мы актуально снова говорили все 30 лет. Но впервые эти вопросы становятся на плоскости реальной, на плоскости практики, на плоскости внедрения. Они получают хорошую поддержку. У нас здесь представители медицины, искусственного интеллекта, наши коллеги и партнеры. Поэтому сегодня хотим эту работу продолжить. Брифингте университет ғылымының болашағы мен қазіргі әлеуеті сөз болды. Жиынға Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым комитетінің төрағасы Дархан Ахмед Заки, Тұран университетінің ректоры Рахман Алшанұлы, бірқатар жоғары оқу орындарының ректорлары мен белгілі ғалымдар, сондай-ақ Аллюр Қазақстандық автокөлік компаниясының корпоративтік университеті өкілдері қатысты. Рахман Алшанович, большое спасибо, что пригласили нас. И данная лаборатория исследований и внедрения искусственного интеллекта и робототехники однозначно должно быть максимально демонстрировать, что потенциал вуза на должном уровне, что коллектив имеет свое приоритетное видение, что искусственный интеллект это уже не просто слова уважаемых экспертов, это уже реально внутри университета. Второе, любая индустрия без применения сил робототехнических систем, она показывает низкую эффективность и производит такую базу. Поэтому я сегодня Володю увидел Плеханова. Мы знаем, что они на системном уровне в Казахстане реализуют различные проекты, и сам механизм заинтересованности индустрии во внедрении современных робототехнических систем для модернизации технологической базы, оно должно начинаться как по инициативе научных и образовательных структур, потому что мы готовим кадры. Именно кадры завтра будут улучшать технологическую базу любой компании. И второе, когда идет инвестиции на перевооружение или там, переоснащение существующей технологической базы, первый критерий однозначно, кто будет работать на практике. Поэтому я хотел бы поздравить коллектив университета ТУРАС, что новые явления, они не просто зарождаются на глазах, но однозначно это коллектив для будущего поколения, молодежи, что университет, он должен функционировать в новых реалиях с учетом востребованности индустрии и научных достижений. Алқалы жиында Тұран университетінің қызметкерлері отандық ғылымның дамуына сүбелі үлес қосқаны үшін Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің төсбелгісімен марапатталды. Салтанатты шараның соңында Тұран университеті, Өмірбек Жолдасбеков атындағы Механика және машина жасау ғылыми институты, Қостанай инженерлік экономикалық университеті, Аллюр корпоративтік университеті, Республикалық жоғары оқу орындары аралық электронды кітапханасы, сондай-ақ Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығы өкілдері өзара ынтымақтастық орнату жөніндегі 3 жақты және 4 жақты меморандумға қол қойды.